Өгей ананың залымдығы. Әжемнің әңгімесі. Бала кезімде жазы күні нағашы әжемнің үйінде болатынымды талай рет жаздым. Сол баяғы масахананың ішінде ызыңдаған масаны ұрып, шегірткенің дауысын естіп, улап-шулап жатқанымызда әжем марқұм: «Әй жүгермектер, ұйықтаңдар» деп зілсіз айқайлайды. Бір кезде оның: «Егер ұйықтамасаңдар, қорқынышты әңгіме айтпаймын» дейді. Бізге керегі де сол, тым-тырыс бола қаламыз. Өткенде қайтыс болған шалдың астына барғанымда естігенмін. Бір кісінің әйелі бала үстінен қайтыс болып, оның артына 2 баласы қалыпты. Сүйген жарынан айырылған еркек біразға дейін үйленбей жүріпті. Бірақ әйелсіз үй қаңырап тұрады ғой. Үйдің берекесі кетіп, 2 балаға ана іздеп, ақыры таныстарының арқасында бір шүйке басты әкеледі. Әлгі келіншек дегеннен туыстары мен көрші-көлемге ұнап қалады. Момын, көп сөйлемейді. Үй шаруасына да тынымдырық. Келіншегіне күйеуі де риза болады. Бұл кезде кіші ұлы 2 жасқа келіп, үлкені 4 жаста екен. Кішісі өте мазасыз, беймаз болғандықтан жаңа түскен келін онша-мұнша жақтыра бермепті. Өз құрсағынан шықпаған баланы кім бауырына бірден баса қойсын? Енесі мен атасы оған аса мән бере қоймапты. Солай уақыт жылжып жүре береді. Бір күні ата-енесі кіші ұлды үйлендіріп, соның қолына кетеді. Ал күйеуі болса машинист болып теміржолда жұмыс істегеннен соң кейде апталап жолда болады екен. Кіші ұл анасын сағынады ма, әлде уызына жарамай ембегеннен бе, кім білсін, әкесі жолға шыққаннан аңырап жылай береді. Осы кезде өгей ананың ішіне сайтан кіріп, 2 баладан құтылудың жолын іздейді. Бұлар өздері разъездің дәл жанында тұрғандықтан өгей шешеге бұл тиімді болады. Сөйтеді де 2 баланы қолынан жетектеп, пойыз жолдың үстіндегі рельске байлап тастайды. «Апа, не істеп жатсыз?» дейді үлкені күлімсіреп. «Осы жерге жатсаңдар, қазір пойыз келеді, сосын көресіңдер, қозғалмаңдар, жарайды ма?» дейді өгей ана алдаусыратып. Қуанып кеткен 2 балағай мәз болып жатады. Сөйтеді де өгей шеше сәбилерден құтылғанына мәз болып, үйге қарай қаша жөнеледі. Сәбилердің алаңсыз аспанға қарап жатқанына да біраз уақыт өтеді. Бұл кезде кеште батыңқырап қалған еді. Біреуі былдырлап, екіншісі күлімдеп пойызды күтіп жатқанда гүрілдеген паровоздың дауысы шығады. Қатты шыққан дауыстан қорқып кеткен қос құлыншақ шырқырап жылай бастайды. Үлкені байланған жіпті тергенімен күші жетпейді. Осы кезде Құдайдың құдіретімен паровоз кілт тоқтай қалады. Ішінен машинист пен көмекшісі шығып, жерге қараса 2 сәбидің тыпыршықтап жылағанын көреді. Жалма-жан екеуін шешіп хабарландыру береді. Кейін машинисттен сұраған ғой, қалайша білдіңдер деп. Сонда әлгі жүргізуші: «Қатты зырғып келе жатқан едім». Бір ақ киінген келіншек қолындағы қызыл орамалымен қол бұлғай берді. Шошып кеттім де әрең тоқтай қалдым. Тоқтағаным сол еді, әлгі әйел жоқ боп кетті де есесіне мына 2 сәбидің жатқанын көрдім депті күрсініп. «Құлындарым, аналарының тілеуін тілеңдер. Сорлы шеше бала үшін отқа түседі, шоққа да табаны күйеді. Әкемді алсаң ал, Құдай, шешемді қой. Шекпен тоқып берсе де өлмеймін ғой» деп екен бір байғұс. Әкенің жақсы көргені жездей-аяқ. Әйел өлсе, олар төсек жаңғырта салады. Сондықтан да ұйықтар алдында «Анашыма ұзақ өмір бер деп ұйықтаңдар» деп әңгімесін аяқтады. Сол әңгімеден кейін қанша жылдар өтсе де пойызға мінер кезде әлгі қос сәбиді арашалап қалған ананың әруағы елестейді. Құрсын, аналарымыз аман болсыншы.